Қазағым, айбыным, айкүнім, сен барда бақытқа иемін. Әсем әуен тыңдап алдық, нағыз патриоттыққа толы бір сезімді бейнелейді екен. Ендеше дәл қазір біздің студиямызға мейманымыз келіп отыр. Таныс болыңыздар. Таныс болыңыздар. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті тарих және дінтану кафедрасының аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты Асылбек Төреханұлы Мәдин. Студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Мерекеміз құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Жақсы, тамаша бағалады. Бәрекелді. Таңнан бері бір патриоттық сезім билеген шығар, бүгін енді рәміздер күні дегендей. Әрине, бұл біздің енді жас мемлекетіміз үшін үлкен мерекелердің бірі. Әсіресе мына жас ұрпақты тәрбиелеуде, бұл патриотизмді тәрбиелеуде мемлекеттік рәміздерді меніңше кеңірек атап өту керек сияқты. Әсіресе мына мектеп қабырғасында оны көбірек насихаттаса, тек қана бүгін 4 маусым күні емес, әр қыркүйек сайын мен ойлаймын, осы жаңа оқу жылын бастағаннан осы бірінші сабағымыз осы мемлекеттік рәміздерді насихаттау, соның тарихын түсіндіру балаларға, жас ұрпаққа. Әсіресе мына бірінші мектеп табалдырығын аттап жатқан жас бүлдіршіндерге осыны түсіндірген сол сабақтан бастаған меніңше дұрыс болар еді. Енді жалпы насихаттау жолында тарихын түсіндіру деп өзіңіз де айтып кеттіңіз. Енді жалпы тарихқа бір көз жүгіртсек, 92 жылы 4 маусым күні мемлекеттік рәміздеріміз қабылданды. Енді ол қалай болды? Осы жайында өзіңіздің ақпаратыңызды айтып. Әрине, бұл мемлекеттік рәміздер деп отқанымыз, бұл кез келген мемлекеттің, тәуелсіз егемен мемлекеттің басты атрибуты, басты нышаны. Сондықтан да бұған үлкен дайындықпен келу керек. Және сол жұмыстардың барлығы, меніңше сол біз тәуелсіздік алып жатқан кезеңде, енді ол кезең жаңағыдай ауыр кезең болды. Тығыз сондай шаралар қабылдау керек болды. Міне осы мемлекеттік рәміздер меніңше сол қысқа мерзімнің ішінде өте сәтті дайындалған. Ол енді әрине үлкен конкурс жарияланған болу керек. Соның барлығы енді жаңағы оған белгілі мамандар тартылып, сол конкурстың негізінде осы біздің қазіргі мемлекеттік рәміздеріміз таңдап алынып, оның астарында үлкен, мысалға, философиялық астар жатыр, ой жатыр. Мысалға, мемлекеттік туымыздан бастайтын болсақ, мысалға, бұрын енді біздерде ол енді үлкен сол тарихи бастаулар өте тереңде жатыр, үлкен философиялық, үлкен жаңағы біздің қазақ тарихына байланысты, арғы бабалардың тарихына байланысты мән жатыр. Сондықтан да жалпы мемлекеттік ту деген енді бұрыннан болды. Біздің әлемдік тарихты алып қарайтын болсақ, барлық кез келген анау ежелгі дәуірлерден бастап, кез келген жаңағы тайпалық мемлекеттік бірлестіктерде ежелгі орта ғасырлардан бастап осы мемлекеттік ту демей-ақ қояйық, ол кезеңдерде мысалы байрақ дейміз мысалға. Ол енді мысалға алғашқы қоғамдық кезеңдерде мына алғашқы қоғамдық діни сенімдер болды ғой, бастапқы мысалы тотемдік сенімдерден басталады да, тотемдік мысалға әр халықтың, әр тайпаның, әр рудың өзінің тотемі болады. Белгілі бір жаңағы аңқұсқа дейміз, жан жануарларға дейміз, жаңағы гүлге дейміз ба, басқа тотемдік нелер болады. Міне сол алғашқы қоғамдық кезеңнен бастап сол тотемдік сенімдерден пайда болған. Мысалға біз енді түрік халықтарымыз ғой, біз тотеміміз көк бөрі мысалы, қасқыр дейміз. Міне сол қасқырды бейнелейтін біздің түркілер дәуірінде осындай байрақтар болған, қасқырдың бейнесі бейнеленген. Немесе басқа халықтарды алатын болса, өзінің тотемін мысалға жаңағы тұмарша қылып, кескіндеп алып, сол бейнесін салып алып, тұмар түрінде таққан мысалға. Белгілі бір аңның жаңағы тырнағын дейміз ба, бізде де сондай сенімдер бар, осы жаңағы сенім барлығы тотемдік алғашқы қоғамдық діни сенімдеріне байланысты. Міне осыдан бастап бірте-бірте қалыптаса бастады. Енді бірінші бізде осы мемлекеттік рәміздердің ішінде сол ежелден байрақ ту дейміз, жалау дейміз, немесе осы кезеңдерден бастап қалыптасты. Ол бертін келе енді орта ғасырларда жаңағы бізде қазақтың территориясын алып қарайтын болса, Қазақстан территориясында мемлекеттік бірлестіктер болды. Түркілер дәуірі, алғаш түрік қағанаттары, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, түргеш қағанаты деген сияқты оларда да өзінің байрақтары болды. Енді көбінесе мысалы түркілерде мына қазіргі біздің мемлекеттік туымызда сол көбінесе түркілік дәуірдің салт дәстүрлері жатыр, түркілік дәуірдің символдары жатыр, түркілік дәуірдің тарихы жатыр. Мысалға анау Орхон Енисей біздің күлтегін жаңағы ескерткіштерінде соның барлығы жазылып кеткен. Әрине тайпаларда да болды, сақтар бола ма, басқалар бола ма, олардың жаңағы рубасыларының өзінің жаңағыдай тотемдік сондай белгілері болған. Қазіргі мына рәміздерге балама түрінде мысалға. Енді біз бер жағында мысалы қазақ хандық
дәуірін алатын болсақ та, әр бидің, әр сұлтанның, әр ханның мысалға өздерінің жаңағы мөр түрінде мынау жүзік дейді ғой, соның мөрі жазылады, ол өзінің аты жөні деген сияқты. Мысалы енді қазақ хандығының тарихын алып қарайтын болсақ, атақты Абылайдың жаңағы Ақтуы деген болған. Басқа да хандардың, жаңағы билердің, сұлтандардың өзінің сондай рәміздік белгілері болған, бір адамның атынан немесе белгілі бір тайпаның. Мысалға бізде қазақ руларының әрқайсының өзінің жаңағы таңбалары бар. Бұл да бір белгілі бір деңгейде рәміздік жаңағы символика білдіреді, белгілі деңгейде. Сондықтан да әр руды ол енді сол таңбаның, ру таңбаларының астында оның сол рудың белгілі бір деңгейде жаңағы шығу тарихы, белгілі жеткенде бір территориялық жаңағы айналысатын кәсібінің айқындап тұратын сондай нышандар беріп тұрған. Енді Махаббат, тарихшы келді дегенде том-том кітап келді десейші дейді. Енді жаңадан бері біз көрермендерімізге мағлұматтармен бөлісіп жатырмыз. Енді тарихтың жөнді бір бөлек, өзіңіздің аузыңыздан естіген бір бөлек. Енді осы әнұран мен елтаңба туралы айта кетсеңіз. Әрине, елтаңбаны алып қарайтын болсақ, бізде ортаңғы негізгі элементтері шаңырақ. Және шаңырақтан жаңағы күннің нұры ұқсап шашылып тұрған уықтар. Және сосын екі жағында екі пырақ, қанатты пырақ дейміз. Бұл бұрынғы біз сол ата-бабамыздың мифологиясына байланысты. Ол қанатты пырақ жалпы тек қазақ халқында бар деп айтпаймыз. Ол басқа халықтарда да бар, әлем халықтарында да сол қанатты пырақ, жаңа кентавр дейміз, жаңа денесі жылқы түрінде, басы адам түрінде, бір анау ежелгі антикалық елдердің, халықтардың мифологиясында да болған ондай. Сондықтан да бұл пырақ ең негізгі орталық элемент, ол мынау шаңырақ. Ол шаңырақ бізде енді қазақ халқы үшін өте киелі шаңырақ. Бізде мысалға қазіргі тұрғысынан да алып, енді шаңырақ отан отбасынан басталады дейді. Бірінші біздің кішкентай мемлекетіміз отбасын белгілейді. Одан қалды бізде енді қазіргі таңда мысалы көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін бір шаңырақтың астында қаншама ұлттар мен ұлыстар өмір сүріп жатыр. Шаңырақтан ана уықтары ол біздің күннің белгісі, күннің нұры шашылып жатқан деген сияқты. Мысалға қазақтарда болды, күнде енді жаңа айтып кеттім ғой, ежелгі діни наным сенімдерден басталады. Мысалы күнге бұл жерде бірақ күнге бір табынудан бөлек бұл халыққа, мына қазақ халқына әсіресе күн бұл тіршілігіне қарай көбінесе жаңағы шаруашылығына қарай тиімді болған. Себебі күннің шығуы, батуы арқылы жалпы күн, мысалы күн жылынса дейміз ғой, мысалы күн жылынса бізде барлық қазақ халқында көшпелі өмірде барлық тіршілік көзі басталатын болған. Сондықтан да күн бұл жерде жаңағы уықтар ол күннің нұры сияқты. Түпкі мағынасы ол күнді белгілеп тұр. Одан қалды жаңағы пырақтарды айтатын болсақ, ол пырақтар мысалға аспанға ұмтылып тұрған қанатты пырақтар. Ол біздің мемлекетіміздің әлде болса да алар асулары көп, арман тілектеріміз көп деген сияқты. Қазақ халқы жаңадан тәй-тәй басып тәуелсіздік алып жатқан жағдайда осындай нышандардың өзі бір жағынан болашақты меңзейді. Болашағымызда біздің әлі де болса алар асуларымыз көп, алдағы жоспарларымыз көп деген сияқты. Бұрынғы сол ата-бабамыздың арман тілектері арқылы осының барлығын бейнелеп тұр. Сонымен қатар елтаңбамызда жұлдыздың да бейнесі бар. Енді 40-тан астам символдардың өзінің әр атауы мен өзінің мағынасы бар. Енді бұл жұлдыз ол халықаралық, тек қазақ халқының емес, халықаралық бір символ болып табылады. Оны неліктен мәселені қойылды осы жайлы айтып кетсеңіз. Әрине, жұлдыз ол кейбіреулер ойлап қалуы мүмкін, ол кеңестік кезеңде 5 жұлдыз болды ғой, қызыл жұлдыз. Сол деп жоқ, олай емес, ол біздің бұрынғы жаңағы біз айтып отқан түркі заманның өзінен осы жұлдыз бейнеленген. Мысалы 5 жұлдыз ол біз қазақ халқы жас мемлекет, жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде 5 құрлыққа біздің жаңағы құшағымыз ашық. 5 құрлыққа барлық елдермен қарым-қатынас жасауға, барлық мемлекеттермен тең дәрежеде байланыс жасауға біз дайынбыз деген сондай мағынада салынған. 5 біздің 4 құбыла деген бар мысалға. 5 жұлдыз сондай 5 құрлықты, 5 атырапқа біз дайынбыз, сол қарым-қатынас жағдайынан тең дәрежеде байланыс жасауға, барлық елдермен тең дәрежеде сол қарым-қатынасқа дайынбыз деген мағынада салынған. Түсінікті. Осы тұрғыда сөзіңізді бөлейік. Қазір бізге қоңырау шалған көрерменіңіз бар екен, тыңдайық. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Менің сұрағым, биыл Абайдың 175 жылдығы және Әл-Фарабидің 150 жылдығы. Соған байланысты Ақтөбе облысының тарихи, батыстың тарихтары қалай зерттелуде? Соны білгім келеді. Рахмет сізге. Көп рахмет. Сауал сізге. Енді бұл екі үлкен тұлғалар,
жалпы Әл-Фарабиді алып қарайтын болсақ, ол жалпы қазақ халқына емес, жалпы түрік халықтарына тән ортақ тұлға. Одан қалды Абай атамызды алатын болсақ, енді ол Абай мен қазақ халқы бір мағыналас деп айтуға болады. Абай десе ол қазақ, қазақ десе ол Абай. Сондықтан да бұл үлкен шаралар мемлекеттік деңгейде үлкен дайындықтар жүргізіліп жатыр. Енді өзі Ақтөбе өңірін алатын болсақ, ол міндетті түрде тойланады. Қазірдің өзінде біздің жоғарғы оқу орнында, Құдайберген Жұмабаев Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде сан салалы көптеген шаралар жүріп жатыр. Түрлі оған енді кеше сабақтың болып жатқан кезеңде студенттер өте белсенді қатысты. Одан қалды жаңағы түрлі дөңгелек үстелдер өтіп жатыр, бізде түрлі конференциялар өтіп жатыр. Абайдың әсіресе біздің қазіргі президентімізде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен мақсаттар қойып отыр. Біз Абайдың мұрасын жаңа деңгейде біз қайтадан қарауымыз керек. Соны мына жас ұрпақты тәрбиелеуге мектеп бағдарламасына еніп тұр ғой, одан да кеңірек соны насихаттап, сол деңгейде, өз деңгейінде Абай арқылы, Абайдың мұрасы арқылы қазақты әлемдік деңгейде танытуымыз керек. Сондықтан да бұған дейін де ол енді Абайдың мұрасы әлемдік деңгейде танылған ғой, бәленбай жаңағы тілге аударылған шығармалары, оны жаңағы ЮНЕСКО шеңберінде атап өтіледі. Атап өтіліп те жүр, оның еңбектері әлемдік деңгейде мойындалған жаңағы бұрынғы, енді ол Абай тек қана ақын, жаңағы тек қана осы қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы емес, ол тұтас тарихи тұлға. Тұтас сол кезеңдегі жаңағы біздің қазақтың болмысын, тарихын өзінің еңбектері арқылы барлығын насихаттап беріп кеткен. Сондықтан да бізге қазіргі таңда сол мұраларды жақсылап насихаттауымыз керек. Сонымен қатар енді жастар арасында да Абайды, Әл-Фарабиді насихаттау үлкен жолға қойылды. Расымен де көптеген эстафеталар бір-біріне жолдап жатады. Расымен де бұл қуантарлық жағдай деп айтуға болады. Енді көрерменіміз сауалына жауап алған шығар деп үміттенеміз. Енді жаңадан бері айтып жатырмыз, рәміздер туралы айттық. Енді жалпы жаңа ұрпақты тәрбиелеу, дамыту деп айтып жатырсыз ғой. Енді жалпы сіздер тәрбиелеп жатқан жас ұрпақтың тарихқа өздерінің ынтасы қалай? Қызығушылығы қандай? Көзқарастары қалай? Әрине өте орынды сұрақ. Оның үстіне қазіргі таңда мына 21 ғасырда техниканың ғасыры дейміз, жаһанданудың ғасыры, мына жастардың жаңағы ой өрісі дейміз, жоғары деңгейде қазір. Себебі ақпараттар өте көп. Бірақ ол ақпараттардың барлығын сүзгіден өткізіп керегін ғана пайдалану сол жағы ақсап жатыр, мысалға білім жағына. Сондықтан да тарих ол біздің жоғары оқу орнында әрине оқытылады. Ол енді әсіресе мына қазіргі заман тарихын оқытамыз. Біз Қазақстанның қазіргі заман тарихы дейді. Осы 20-шы ғасыр, 21-шы ғасыр міне сол Қазақстанның тәуелсіздік бастауларынан бастап, Қазақстанның тәуелсіз алған тұсынан бастап 20-шы ғасырдың басынан оқимыз. Енді мен қарап отырмын, өзімде сол жаңағы студенттерге жаңадан келген 17-18 жасында келеді ғой, бірінші курста олар оқиды. Сол тарихты оқытқанда ынтасы әрине өте зор. Жаңағы кейде айтып жатамыз, қазіргі ұрпақтарда әсіресе мына жоғарғы ата үлкен аға буыннан сындар айтылады дегенмен де сол оған қарамастан қазіргі жас ұрпақтың жаңадан келіп жатқан мына мектеп бітіріп келіп жатқан ұрпақтың, студенттердің тарихқа деген ынтасы өте жоғары. Бір істі істейміз деген сияқты өзінің мемлекетіне жаңағыдай үлес қосу жағынан соған жаңағы патриотизмі деген сияқты өте жоғары. Себебі олар біз мысалға екі дәуірдің, екі мына кеңестік ғасыр мен кеңестік кезең мен тәуелсіз заманның екі кезеңді көрсек, олар 2000 жылдардың басында дүниеге келген ұрпақтар ғой, олар жаңаша ойлайды. Олар тәуелсіз егеменді Қазақстан мемлекетінің сол мемлекетте туған ұрпақтар. Сондықтан да осы жағдайды біз пайдалануымыз керек. Оларға көбірек жаңағы Абай бар, Әл-Фараби бабамыз бар, біздің өзіміздің егеменді қазақ тарихымыз бар. Енді тарих бағытында, ғылым бағытында айтатын болсақ, ол өте сондай үлкен жұмыстар жасалып жатыр қазір. Мәдени мұра дейміз. Анау 90-шы жылдардан басынан бастап, анау бірінші тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үлкен мәселелерді қойды 90-шы жылдардан бастап. Сол зерттеу мәселесінде мынау тарихты ұлттық қазақи тұрғыдан, ұлттық мүдде тұрғысынан қайта саралау. Енді оны қайта жазу емес, бірақ сол ақтаңдақ беттерін қайтадан жаңа деректер арқылы
жаңарту. Иә, жаңаша көзқарас тұрғысынан, өзіміздің ұлттық қазақи тұрғысынан, қазақ мемлекеттілік мүддесі тұрғысынан соны қайта саралау. Міне сол жұмыстар жалғасып жатыр. Ол кезеңге енді рухани жаңғыру деген бағдарламасы, мәдени мұра бағдарламасы, кешегенде анау екі өзің бағдарламалық мақаласында осы ары қарай қазақты біздің тарихи сананы қалай дамытуымыз керек, жас ұрпаққа соны қалай беруіміз керек. Сол екі бағдарламалық мақаласында соның барлығын айтып кетті. Ұлы даланың жеті қыры деген және рухани жаңғыру деген, болашаққа бағдар деген сол мақалаларда осының барлығын айтып, ол кісі қалай бағыт, қандай бағытта жүруіміз керек, соның барлығын бағытын айқындап берді. Міне қазіргі таңда сол мемлекеттік жаңағы сол жөнінде бағдарламалық жоспарлар құрып, сол бойынша жұмыс жасалып жатыр деп айтуға болады. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Көптеген тың деректермен бөлісе алдық. Сізбен көп рахмет. Енді алдағы уақытта сіздің жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Алда одан да көп тың деректермен бөліседі деген ойдамыз. Мереке құтты болсын дейміз. Қымбатты көрермен, хабарымыздармен қарай тікелей эфирде жалғастырамыз. Ақтөбе арнасы қосулы болсын.